Құрметті оқушы, біздің бүгін өтетін тақырыбымыз авторлық құқық пен сабақтас құқықтық реттеу түсінігі және нысаны. Енді авторлық құқық дегеніміз не? Былай оңай тілмен түсіндіріп көрейін, иә. Мысалы, сен кітап жазың, иә, кітаптың автор ретінде сен не аласың? Авторлық құқық аласың. Ал дәл сол кітаптың аудио жазбасын басқа бір кісі не істеді? Оқыды. Ол не істеді? Яғни ол аудио жазбаға құқық алады. Яғни бұл сабақтастық. Точнее, авторлық құқық ретінде сен кітап жазғандығың үшін аласың, ол сенің кітабың арқылы аудио жазғандығы үшін сабақтас, яғни туынды құқық деген мағынаны білдіреді, сабақтас құқық алады. Яғни екеуін ажырата алдық деген ойдамын. Не қосалқы деп түсінсеңіздер болады. Келесі, енді 1996 жылы 10 маусымда авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңмен реттеледі. 70 жыл бойы күшінде болады авторлық құқық түсінікті. Авторлық құқық объектілер әдеби туындылар, драмалық және музыкалық туындылар, сценарийлер, фотосурет туындылары, хореография, бұның барлығын бір оқып шықсаңыздар болады. Келесі, енді мынандай ақпараттарды біз тастап кетеміз, бірақ тесттерде наурыз ұбт-да көп келді бұндай сұрақтар. Яғни қараңыздар, орта ғасырларда авторлық құқықтың негізін салушылар оны артықшылық деп атады, яғни не деп атады деп келді. Артықшылықтарды автордың өтініші бойынша монархтар берген, яғни кімдер берген? Монархтар. Ереже бойынша мұндай артықшылықтар көбінесе әдеби шығармаларға беріледі. Яғни уже үш ақпарат айтылды, иә. Біріншісі оны артықшылықтар деп айтылған, артықшылықтарды монархтар берген және ол әдеби шығармаларға беріледі. Келесі тағы не бар? Қысқасы осы, яғни осындай ақпараттарды біз кішкентай ақпараттарды тастап кетеміз, бірақ наурыз ұбт-да осылар келді, нағыз ұбт-да келуі мүмкін. Келесі, енді авторлық құқықтың объектілері болып табылмайтындар, иә. Ресми құжаттар, ол түсінікті, иә, заңдар, сот шешімдері, заң шығару, әкімшілік, сот, қысқасы ресми құжаттардың барлығы ол авторлық құқық болып табылмайды. Келесі, мемлекеттік рәміздер және белгілер, яғни ту, елтаңба, ордендер, ақша белгілері бұл авторлық құқық болып табылмайды. Халық шығармашылығының туындылары, иә, ол да авторлық құқық болып табылмайды. Екі немесе одан да көп тұлғалардың бірлескен шығармашылығы нәтижесінде пайда болған туындыға авторлық құқық. Яғни бұл не деді? Бірлескен авторлық құқық болып табылады және бір-біріне қатысты байланысы болмайды. Мысалы, былай айтайықшы, яғни өзіне қатыстысын өзі шығарғанды ғана не істей алады? Авторлық құқық ете алады. Былай айтайық, екі адам не дейін? Жүреді, ол онша емес мысал болады. Келесі тақырыптарға көше берейік, ол тесттерде келмек маңызды емес. Окей, енді авторлық құқықтарды қорғаудың сот арқылы жүзеге асыру жолдары. Авторлық құқықтарды қорғаудың, яғни авторлық құқықты қорғаудың сот арқылы жүзеге асыру жолдары. Яғни бұл дегеніміз не? Яғни сенің авторлық құқығың бұзылды, енді сен оның процесс дальше қалай болады, кейін қалай болады деген мағынада. Бірінші, құқықтарды танисың, яғни авторлық құқық мынау сенікі екеніңді танисың, тану деп аталайық. Келесі, құқық бұзылғанға дейінгі жағдайды қалпына келтіру деп жатайық. Мысалы, былай айтайық. Сен ән жаздың, біреу жариялап қойды. Не істейді? Қалпына келтіру дегеніміз просто оны өшірткізеді деген сияқты. Екіншісі, құқықты бұзатын немесе оның бұзылуына қауіп төндіретін әрекеттерді тыю деп аталсаңыздар. Айырылып қалған пайданы қоса алғанда шығындардың орнын толтыру. Бұл дегеніміз не? Мысалы, жаңа ән шығарып еді, оны басқа бір ертерек шығарып қойды, и сол арқылы жаңа просмотр жинады, сол арқылы көбірек пайда алып келді. Не істеді? Сіз өзіңіздің авторлық құқығыңызды танытқызып, сот арқылы не істейсіз? Шығындардың орнын жаттыртасыз, былайша айтқан кезде. Келесі, тапқан табысты өндіріп алу, иә. Өндіріп алу бізде 2 есе жүреді. Мысалы, мына кісі қанша теңге пайда тапты, соның 2 есесін сіз не істей аласыз? Өндіре аласыз. Келесі, соттың қарап шешуі бойынша 100 айлық есептік, яғни 100 айлық есептік көрсеткіштен МРП-дан 15.000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі сомада не істейсіз? Яғни айыппұл ретінде орнын толтырта аласыз. 100-ден 15.000, яғни айлық есептік көрсеткішке дейінгі сомада. Немесе туынды даналары құнының 2 еселенген мөлшерінде, 2 есе мөлшерінде қайтарта алады екенсіз.
Келесі тағы не бар мына жақта. Олардың құқықтарын қорғауға байланысты заң актілерінде көзделген өзге де шаралар қолдану арқылы жүзеге асырады. Яғни дәл қазір енді Facebook деген әлеуметтік желі бар, Instagram бар, иә. Сол арқылы мысалы сенің әніңді біреу Инстаграмда жариялап қойды, иә, ертерек не істесін, өшірткізесің. Яғни сотқа дейін бармай өшірткізсең болады. Тағы не бар, білмеймін. Кез келген нәрсе қалай авторлық құқық бұзылды, сол нәрсе арқылы жою, яғни заңда көзделген бойынша қысқасы. Кеттік. Келесі зияткерлік меншік дегеніміз бар, ол түсінікті. Зияткерлік меншік шығармашылық іс әрекеттің зияткерлік нәтижесінде, яғни автор шығармашылық еңбегінің арқасында өнер, әдеби, ғылыми туындылар жазған жеке тұлға, иә. Мына жерде зияткерлік меншіктің анықтамасы емес, зияткерлік меншік дегеніміз ол меншік қой, ал мына жерде субъект ретінде көрсетіп қойған, жеке тұлға деп. Кеттік, окей. Келесі авторлық құқық ол не? Ғылым, әдебиет, өнер туындыларының жиынтығы. Енді жаңа түсіндірдім мен, сабақтас құқық деген бар, авторлық құқық деген бар. Енді қараңыздар, мүліктік авторлық құқықтарды бұзу плагиат деп аталады, ал зияткерлік меншік құқығын бұзу контрафакт, яғни қарапайым тілмен пират деп аталады екен. Түсінсіздер ғой, мүліктік авторлық құқықтарды бұзу плагиат, ал зияткерлік меншік құқықтарын бұзу ол контрафакт деп аталады екен. Келесі патент дейтін бар, ол өнімге қатысты, иә. Мыналардың барлығы шығармашылыққа қатысты болатын болса, патент дегеніміз өнімге қатысты болып табылады. Бренд не дегендер олар түсінікті. Ол тақырыптарымызда жоқ. Келесі тақырыпта көріскенше.